артық салмақ изменаға алып келеді. Мысалға менде мынандай бір случай болды. Бір ханым инстаграмға жазады: Айжана ханым, маған тез төлем жасайтын ссылканы жіберіңіз, мен курсыңызды аламын, арықтауым керек, менің жолдасым басқа қатынға кетіп қалды, измена жасады дейді. Ханымдар, осындай случайға жеткізбей жатып сонда арықтауға болмайды ма? Именно осындай случай болу керек па сіздер арықтау үшін? Мысалға мен 78 килограмм болып кеткен сәтімде маған күйеуімнің бір-ақ ауыз сөзі жеткілікті болды: Айжана, саның үлкейіп кетті деген. Болды, мен осыдан кейін тез ашығуды бастап, минус 26 килограмм салмақ тастап алдым. Небәрі 3-ақ айда. Сіз де осындай нәтиже көрсете аласыз, ханымдар. Олай мұндай жағдайға жеткізбей жатып, алдын алып, мейлі қызық емес, қазір сіз артық салмағыңыз бар болса, 5 килограмм болсын, 10 килограмм болсын, 30 килограмм болсын, қорықпай ашығу арқылы тастай аласыз. Дұрыс ашығудың 5 құпиясы атты тегін сабағыма жазылу үшін маған тіркеліп төменге сабақ сөзін жазып кетіңіз.